Рас айтып отыр. 30 жылда құлсардың былай өмір сүрген ол. Ят нәрсе ғой. Енді міне өздерің іштен тағы екіге бөлім жассыңдар. Неге ашығын айтпайсыңдар? Су еркін ағу керек. Бөгет жасап саған кім? Құлыбайдың компаниялары кеше бөгет жасап. Жоқ, әкімдік шешеді. Сондықтан біз ертең ел болып қалап қоюымыз керек. Кадрлық өзгеріс керек. Соны айтып отырмын. Жоқ, ауылдың азаматтары, сақта қалған ауылдың азаматтары біраз жер оны ашық жоқ қой, оған не қылды? Оның ақшасы бір апта ой білді ғой, бір апта ой жұмылса жұмылады деді ғой. өңірде ойын жүріпті көреді. Ноябрьде көтерген. Ноябрьден басқа Өңірде ойды жүйір көреді. Өңірде оймен күзілдеді. Сонда кетеді. Тек қаптарды айтайын. Бүткіл мына Астананың бәрі көркетіп отырған Шұлай ауданы Атырау облысы болса, неге қайыршылық солай халыққа? Жоқ, біздің бюджетіміз бізге қалды. Бізге неге осылай халық қайыршылық көрмесін новодельный кезінде? Неге үй сатып бермейді? Неге сұрағанын бермейді? Ақшаңызды мына үй салып келмейді ме деп айтшы? Келмейді ғой. Ықшам ауданы бар ғой. Тұра алмайды Судың орны негізінде. Бұл бекер бек. Елдің 93 су. 93 су кеткенде бұл жерде жатты судың бәрі. Бұл жерде үй бек, мына қасқалар үй салды, ойдан енді кіреміз дейді. Қарағалықты бір жылда салып деп болды, салмады деп тасалап қинап салды ғой. Бәрі кредитке салды. 30 жылда қосымша жасанды арналар жасалмаған. Деген өте белең алып жатыр. Ол Астанада тұр, біз де байқап отырмыз. Байқаған шығарсыздар. Енді шынымды айтайық, кеше біз Ақтөбеге барғанда да шлюзді әдейі жауып тастаған оқиғалар біз көрдік. Сіздерде де бар. Кейбір үлкен мұнай компаниялары, техникалары бола тұра әдейі бермей жатқан жағдай бар. Неге? Мына қаңқу сөзгер кетпеңіздер. Білесіздер, бұның енді 30 жылғы жүйе дейміз, оны ашық айту керек. Ол Назарбаевтың кланы ол ешқайда кеткен жоқ әлі. Ақшаның бәрі солардың қолында. Оларға бұл момент қазір ұрымтал тұсты пайдаланып, елдің ішіне жік салғысы келіп отыр. Бар дүниені өзін бермей отырғандар бар. Тыңдап жатырмыз ғой. Тоқаев кетсін деп жатыр. Не болмаса мына бізге де қарсы ақпараттық шабуыл. Қазір бізге митингке шақырып жатқандар бар. Бізге қазір бүлік керек па? Бірлік керек па? Қазір басымыз қосып, ауыз біршілік болмай, ештеңе өзгермейді. Осы нәрсені біз шешіп алуымыз керек. Бірақ одан кейін үлкен бізге кадрлық өзгерістер керек. Дұрыс. Қоғам болып, парламенттің төрінен ол нәрсені біз бәрін талап етуіміз керек. Мына осы кісілер кеше Құлбаевтың мана қоғам тыңдауында кейбіреулер әлі үшін сол лауазымда жүр ғой. Ақтөбелінде қазақ бөлінген қазір. Құлбаев жақ, Құлбаев емес жақ деп. Қазір ырың-жырыңды қояйық, бәрі президенттің бақылауында, аманаттарымызды жеткіземіз. 40-қа бөлінбей бір адамның маңына топтасайық ағайын. Су жерді қайыстырғанмен елді ешкім қайыстыра алмайды. Халық ол жартас. Содан осы нәрседен аман есен өтіп алайық. Ең басты бірліктен ажырап қалмаңдар қазір. Қалған нәрсе талап етеміз.